Сәлем достар, сіздермен бірге Венера, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз Whoopie Pie тортын дайындаймыз. Торт максималды шоколадты, өте тәтті және құрғақ емес, пропиткасымен жасалынады. Менімен бірге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Алдымен шоколадын дайындап алу үшін су моншасына шоколад пен сары майды араластырып, ертіп, суытып дайындап аламыз. Міне дайын болды. Қазір біз осыны жаңағы дайындайтын қамырына қосамыз. Енді тортымыздың қамырын дайындау үшін 4 жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Аппақ массаға айналғанға дейін миксерлейміз. Ал енді жаңағы дайындап қойған шоколадымызды суығаннан кейін осы массаға қосамыз. Сосын тағы да миксерлеп араластырып аламыз. Енді бірінші құрғақ заттарды бір-бірімен араластырып аламыз. Содан кейін електен өткізіп отырып, сұйық массаға араластырып, миксерлеп аламыз. Бізде осындай қою шоколадты қамыр дайын болып шығады. Енді қамырымызды төртке бөліп, әрбір пергамент қағазына 2-3 қасықтан қамырын салып отырып, тегістеп 180 градус пешке 8-10 минуттан салып пісіріп аламыз. Егер де мінсіз дөңгелек жасай алмасаңыздар, піскеннен кейін арнайы формамен кесіп дөңгелектеп алсақ болады. Және осылай тегістеу барысында жан жақтары ортасына қарағанда сәл қалыңдау болғаны жөн. Торттың қабаттары пісіп жатқанда біз пропиткасын дайындаймыз. Оған су мен қанттың бірдей пропорциясын алып қайнатып аламыз. Енді піскен бисквиттерімізді осылай формамен тегістеп, формасын жасап, дөңгелектеп кесіп аламыз.
Кремін дайындау үшін творожный сыр, сливки, қант ұнтағын араластырып миксерлеп аламыз. Біздің креміміз өзінің формасын ұстайтындай өте қою дәреже болғанға дейін жақсылап миксерленуі керек. Кондитерлік қапқа салып дайындап аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісейік. Бірінші бисквитті төсеп, содан кейін оның бетіне жаңағы дайындаған пропиткамызды жағып аламыз. Бұл бізге тортымыз құрғақ болып қалмас үшін керек. Содан кейін жаңағы кремімізді жағып шығамыз. Осылай қайталай отырып тортымызды жинап аламыз. Енді соңғы штрихтары қалды, яғни біз бетіне жағатын шоколадты ганашымызды дайындайық. Ол үшін сары май мен шоколадты араластырып ертіп аламыз, сәл ғана суытып, содан кейін жаңағы тортымыздың бетіне құйып шығамыз. Сонымен тортымыз дайын болады. Тортымыз дайын болып қалды. Енді осылай бетіне шоколадты жағып болғаннан кейін мұздатқышқа салып, кішкене мұздатып алып, содан кейін бетін өздеріңіздің қалауыңызша әсемдеп шықсаңыздар болады. Достар, біздің вопи-пай тортымыз дайын болды. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.